Армысыз құрметті көрермен, эфирда өзекті бағдарламасы сіздермен бірге мен Жансая Айкенова. Қауіпсіздік күнделікті өмірдің ажырамас бөлігі, ал төтенше жағдайлардың алдын алу әр азаматтың ғана емес, тұтас қоғамның ортақ міндеті. Бүгінгі бағдарламамызда біз Түркістан қаласындағы төтенше жағдайлардың алдын алу, өрт және техногендік қауіпсіздік, сондай-ақ тұрғындардың сақтық шаралары жайында әңгімелейтін боламыз. Ендеше студия қонағымен таныс болыңыздар. Түркістан қаласы төтенше жағдайлар басқармасының аға инженері Садық Назарбек Сейсенбекұлы. Құрметті Назарбек мырза, студияға қош келдіңіз. Түркістан қаласы төтенше жағдайлар басқармасының аға инженері ретіндегі негізгі қызмет бағытыңыз қандай? Жалпы төтенше жағдайлар деп жатырмыз ғой. Бұл біздің салада төтенше жағдайлар жалпы екіге бөлінеді. Бірінші ол табиғи төтенше жағдайлар, екіншісі ол техногенді болып. Табиғи төтенше жағдайларға ол қар, боран, жер сілкінісі, су тасқыны секілді табиғи апаттардан болатын жағдайлар. Ал техногендік төтенше жағдайлар дегеніміз бұл біздің адамның іс-әрекетінен болатын жағдайлар, өрт, тілсіз жау деп жатамыз ғой. Қазіргі таңда мен негізгі бағытым бұқаралық ақпараттық құралдар бойынша болады. Қазіргі таңда интернет желісі көптеп дамыған, соның ішінде Instagram парақшасы, Telegram парақшаларына біз осы қала тұрғындарына өрт қауіпсіздігі бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз. Қала тұрғындарымен өрт қауіпсіздігіне сауалнама жүргіземіз. Солар бойынша видео түсіріп, сол әлеуметтік желілерге шығару болып табылады. Қаладағы төтенше жағдайлардың алдын алуда инженерлік қызметтің рөлі неде? Жалпы инженерлік қызметтің рөлі ол оңай жұмыс емес. Біз инженерлік әр бағытта жұмыс істейміз. Төтенше жағдайлардың алдын алу бойынша қазіргі таңда біз қала тұрғындарына әлеуметтік осал топтарды үйлерді аралау барысында өрт қауіпсіздігі бойынша және де пешпен жылытылатын үйлерге өрт қауіпсіздігі бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз. Жалпы инженерлік бағыттарда әрқайсысының өзінің рөлдері бар. Соңғы жылдары қандай қауіп түрлері жиі тіркелді? Бізде Түркістан облысымызда төтенше жағдайлар орын алды. Соның бірі Сарыағаш ауданында болған оқиға, және де Кентау қаласында өткенде өздеріңіз барлықтарыңыз білесіздер. Жетісай қаласында болған қайғылы жағдай. Бізде қазіргі таңда төтенше жағдайларда улы газдан улану қаупі болып жатыр, және де газ баллондарын дұрыс пайдаланбау барысында баллондар жарылып, адамдар қайтыс болып жатыр, қайғылы оқиғалар орын алып жатыр. Газ және электр құралдарын қолдауда тұрғындар нені ескеруі тиіс? Бізде ең алдымен енді қыс мезгіліне байланысты газ, электр құралдары олар өте өзекті мәселе. Газды қолданар алдында тұрғындар ең алдымен газ мамандарын, инспекция мамандарын шақыртып, құралдарын қалай орналасқаны көз жүгертіп, соның бір алдын алда тексеру шараларын жүргізу қажет. Газ баллонын қай жерден орналастыруға болмайды және жарамдылық мерзімін қалай анықтауға болады? Бізде жалпы газ баллондарын көп қабатты тұрғын үйлердің астына, кәсіпкерлік нысандарда қазір біз сол бойынша күнделікті рейдтік іс-шаралар жүргізіп жатырмыз. Өзімізге белгілі Жаңақала Мөлтек ауданында 11-ші көше және 9-ші көшедегі кәсіпорын нысандар бар ғой, кафелер, асханалар. Оның арасында біраз анықталған кемшіліктерді көріп жатырмыз. Оларға ескерту парақшаларын жазып, келесі енді пайдаланған жағдайда міндетті түрде әкімшілік шара көрінетін туралы хабарлап, түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Газ баллондарын негізі көп қабатты тұрғын үйлердің астындағы кафелерде қолдануға болмайды. Ғимараттың ішіне мүлде қолдануға тыйым салынған. Газ иісі сезілсе, ең алдымен қандай әрекет жасау керек? Тұрғындар нені білуі тиіс? Бізде газ иісі сезілген жағдайда ең алдымен газдың иісі шықты ма, жарық шамдарын қосуға болмайды. Және де газдың иісі шыққан жағдайда желдету жұмыстарын, есік ашу, терезе ашу жұмыстарын айналысып, 112 немесе 101 нөміріне хабарласып, немесе газ инспекция мамандарын хабарласып тексерту қажет. Халық арасында қауіпсіздік мәдениетін қалыптастыру үшін қандай жұмыстар атқарылуда? Халық арасында қауіпсіздік мәдениеті жаңағы айтып өткендей, бізде өрт қауіпсіздігін,
өрт қауіпсіздігінің алдын алу шаралары, төтенше жағдайлардың алдын алу шаралары тұрақты түрде жүргізіліп жатыр. Біз оны интернет желісі болсын, бұлай халықтың арасына барып, сауда орындарына, кәсіп орындарға барлығына барып, өрт қауіпсіздігі бойынша, төтенше жағдайлардың алдын алу бойынша түсіндіру жұмыстарын күнделікті жүргізіп жатырмыз. Балаларға төтенше жағдай кезінде қандай қарапайым ережелерді үйрету керек? Ең алдымен балалардың негізгі тәрбиесі ол ата-ананікі ғой. Ата-ананың басты міндеті бұл балаға жақсы тәрбие беру. Ата-ана жалпы балаларды үйде жалғыз қалдырмау керек, балаларды сіріңкемен ойнамау керек. Бізде қаламызда, жалпы елімізде өрт болған жағдайда көбінесе балалардың сіріңкеден ойнау жағдайынан туындап жатады өрттеріміз. Балалар сіріңкемен ойнамау керек, және де бізде оқу жаттығу жиындары өткізіліп жатады. Балабақшаларда, қала аумағында орналасқан балабақшаларда сол кезде өрт қауіпсіздігі сақтау бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз. Қыс мезгілінде қандай қауіптерге ерекше назар аудару керек? Қыс мезгілінде пеш мұржаларын дұрыс тазалату, жаңағыдай газбен отыратын үйлер, пешпен отыратын үйлер бар. Пешпен отыратын үйлер міндетті түрде пештің техникалық ақауларын қарау керек, тексерту керек. Оның жанына жанғыш материалдарды қоймау қажет. Паластарды пештің қасына жақын орналастырмау қажет. Сол бойынша пешпен отыратын үйлерді және де газбен отыратын үйлер осы қыстың кезінде өзекті мәселе болып табылады. Сіздердің тараптарыңыздан түсіндірме жүргізіле ма? Тексеріс, ол міндетті түрде қыс мезгіліне байланысты ол қазіргі таңда 66 қала аумағында орналасқан пешпен отыратын тұрғын үйлерді анықтадық. Оларға түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Алдағы уақытта да түсіндіру жұмыстары өз жұмысын табады деген сенімдемін. Тұрғындар мен кәсіпкерлерге газ қауіпсіздігі бойынша қандай кеңес берер едіңіз? Тұрғындар мен кәсіпкерлерге газ бойынша газ баллондарын қолданбауға жалпы тыйым салынады. Газ баллондарын қолдануға болмайды. Газ баллондар өздеріңіз көріп жатсыздар, Кентау қаласында болған оқиға. Ол аспазшы қыз тамақ дайындап жатқан кезде газ баллоны жарылып, сол газ баллонынан қайтыс болды. Газ баллонын қолдануға тыйым салынады. Газ баллондарын тексеру мен ауыстыруды кімдер жүргізуі тиіс? Жалпы газ баллондарын тексеру ол газ құю бекеттерінде, станцияларында оны міндетті түрде тексеріп, мерзімін барлығын өздері тексеріп береді. Назарбек мырза, сұхбатыңызға рахмет. Бағдарламамызға келіп алтын уақытыңызды бөлгеніңізге алғыс білдіреміз. Қала тұрғындарына маңызды ескерту, не үндеуіңіз бар ма? Қала тұрғындарына өз қауіпсіздігімізді сақтайық. Өз қауіпсіздігіміз өз қолымызда. Жалпы қауіпсіздік барлығымыздың міндетіміз деп айтылады ғой. Өз қауіпсіздігімізді сақтайық. Балаларды жалғыз қалдырмаңыздар. Үйлерде пешпен отыратын үйлер болатын болса, мұржаларыңызды тазалатыңыздар. Пештің ақаулығын қараңыздар. Және де өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтайық. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі эфирді аяқтаймыз. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.